ең басты инвестиция жасайтын нәрсең сенің мынаның астындағы нәрсе. Темекі сатып алдым. 1-2 түрін көбірек қылып кредит алдым. 98 жыл, 29 жыл, 29 жасындамын. Кітап оққан ананың баласымын. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Осы шоу бар. Мәслихат, мәжіліс, депутаттар ана заңды қарағанда соншама мұқият қарамайды. Бүйтіп қарай салады ғой. Ассалаумағалейкум, қарапайым миллиардерлерім. Қарапайым миллиардер каналына қош келдіңіздер. Бұл каналдың естеріңізге сала кетейін. Ең басты ашылған мақсаты кәсіпті бастап жатқан жас кәсіпкерлерге мына құндылықты, дұрыс құндылықтарды жеткізу мақсатында ашылған. Бүгінгі біздің қонағымыз, ағамыз Ерлан Ашим ағамыз, нәтиже компанияның басшысы және де бірнеше саланың басшысы. Аға, ассалаумағалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкум ассалам, қош болдық. Аға, біз жалпы бұл каналымызда жас кәсіпкерлерге сіздің бір жүріп өткен жолыңызды көрсеткіміз келеді. Сол нөлден бастап, сол бір кәсіптің бір шетіне ілініп кеткен кездеріңіз бізге өте қызықты. Осы кездеріңіз жайында қалайсыз? Ең басындағы отбасыңыздан басталды ғой бәрі де. Бала күніңізден, ана 5 жасыңыздан бастап, 6 жасынан бастап, әке тәрбиесі деген сияқты. Осы тақырыптарда сізден бір сұрағымыз бар. Жалпы әкеңіз, анаңыз, атаңыз қайсысы сізге себепші болды? Кәсіпке келуге ме? Жалпы әдеп жайынан, тұлға жайынан деген сияқты. Енді бөлек біреуді айта алмаймын. Әрине ең бастысы ата мен ана, әке мен шеше. Ең қызығы қазір кәсіпте жүргендердің сұрақтары көп болып жатады. Жетістік деген не? Жетістікке жету үшін не істеу керек? Қазір қандай тренингке бару керек? Топ 3 кітапты айтыңызшы, үйрететін дегендей. Сол кезде сұрақ келіп жатқан кезде ойланып отырасың. Ой, бұл 5 тренингпен немесе 3 кітаппен шешілетін шаруа емес. Кез келген адамның ісі бір ғимарат қой. Түсінбеген адамға здание. Ең маңызды соның фундаменті да, жаңағы іргетас. Сол іргетас, ол жаңағы сіз айтқандай кішкентай кезден қаланады екен. Оның ең бірінші кірпіштерін қалайтын әкеміз бен шешеміз екен. Ата әже үйде болса, тіпті жақсы, яғни 4 адам қалайды онда. Сол қалай қаланады? Сол маңызды. Не көрдің үйде? Қандай тәрбие көрдің? Әкең қандай болды? Бойында қандай қасиеттер болды? Қандай сөздер айтты? Қандай істер көрсетті? Анаң қандай болды? Бойында қасиеттер, тағы да істер дегендей. О жағынан мен бақытты адам екенмін. Кейін енді бір 40-тың кезінде тіпті қатты ойлана бастадық осы себептер бойынша өзім. Сол кезде жетістігімнің бір 70% солардың қолында болыпты ғой. Қазір мына істеген ісімді жетістік деп айтатын болсақ, енді қазіргі таңда бірнеше өзіңіз айтқандай бірнеше ашқан фирмамыз бар. 1200-1300 кісідей қасымызда жұмыс істейді. Бірге жүрміз. Сол көбінесе Қарағандыда, бірақ филиалдар ретінде әжептәуір қалада бармыз. Тоқ сататын фирма болса да, электрика, сүт сататын өңдейтін фирмамыз болса да, филиалдар, заводтар, өндірістер, сауда жерлері түгелі бар. Соны жетістік деп санасақ, экономикалық тұрғыдан бүйтіп санаған кезде, сол фирма жасағанымызды дегендей, сол жетістіктің себептері терең жатыр екен, жаңағы балалық шақта өзің айтқандай. Оған толық келісем сізбен. Жалпы көп адамдар жаңағы көп нәрсеге жеңіл қарайды ғой. Мысалы, маған көп адамдар сұрайды, бәке, бизнес бастағым келеді, бірақ ақшам жоқ деген сияқты. Осындай бір, сіз енді өзіңіз айтып беріңізші. Енді біз кәсіпкер болғаннан кейін, әрине кәсіпкер жайында көбінесе айта береміз. Сіз өзіңіз кәсіпті бастаған кезде дәл осылай ақшамен бастадыңыз ба? Дәл сізге қойылған сұрақ миллион рет қойылады бүкіл кездесуде. Начальник капиталды қайдан алдыңыз? Дәл осы сөзді қолданады. Начальник капитал, инвесторды қайдан тарту керек деп бүйтіп. Егер сіз бизнесті бастамай тұрып,
онда нақты кеңес, кейс дейміз ба, жазып алу керек дейміз ба, жас оқырмандарыңыз жазып алсын. Егер сіз бизнес бастайын деген кезде, бірдеңені бастау керек деп жүрген кезде, егер ең бастысы ақшаны қайдан алам немесе инвесторды қайдан тартам деп сол ойдан бастасаңыз, онда бизнесті бастамай-ақ қойыңыз. Бизнес деген ол басқа нәрсе. Ол жаңағы басты капиталдан немесе инвестициядан тереңдеу, сондай нәрсе. Ең бастысы біз әртүрлі салада жұмыс істеп алып түсініп алу керек. Не сала менің жұмысым, не сала менің ісім, қай жерде мен бір қабілеттерімді қолданып бірдеңе жасап шыға аламын дегендей соны түсініп алу керек. Оны түсініп алғаннан кейін ең басты инвестиция жасайтын нәрсең сенің мынаның астындағы нәрсе. Сонымен ойланып, сонымен жасау керек. Қазіргі таңда әсіресе ойбай, сен бірдеңе сатам десең, саған қарызға товарды беретін 1 аптаға, 2 аптаға, 3 аптаға деген фирма өте көп қой. Ойбай, кез келген өндірушіге, әсіресе өндірушіге, көп көтерме сауда жасайтын фирмаларға түгеліне сол өткізетін фирмалар керек. Қазір келіп сіз гарантия бере алсаңыз, кез келген үлкен фирмаға барып, маған мынша товар беріңіз, мен сата аламын соны, неғұрлым аз бағамен бере алсаңыз десеңіз, кез келген кісі береді ғой. Міне ғой сенің жаңағы начальный капиталың бүйтіп. Сұрақ сөйтіп қойылғаннан кейін әдейі сол сөзді айтып отырмын мен. Өте қиын емес. Мен өзім бастағанда неден бастадым? 31 жыл бұрын электрик болып жұмыс істеп жүрген мен әкемнің қасында. Менің бірінші бастығым әкем болған. Саламыз бір екен аға. Қазақ Телеком. Сельхозэнерго деген ұйымда электрик болып жұмыс істеген монтажник. Столбыларға шығып, сымды тартып, розетка, мынаны түгелін қойып, мынаны түгелін жатқа білем мен. Әкем үйретті. Әкем бірінші бастығым болды. 2 жыл әкемнің қасында жұмыс істедім. Әскерден кейін 20 жастан бастап, 90-нан яғни 1990-нан бастап. Сосын жаңағы жұмыс қысқарып бүйтіп бастаған кезде мен қуанып кеттім, шын айтсам. Тез қысқара салдым өзім. Әкем ол кезде пенсияға шыққан, мен 8-ші балам дейді. Сосын не істеу керек? Соңғы 1 айлық еңбек ақым қалтамда қалды. 146 рубль ғой деймін. 136 рубль ба сондай. Советтің ақшасы тұрған кез, біз егемендік алсақ та, советтің ақшасымен, орыстың ақшасымен жүргенбіз сол кезде. Қалаға кеттім. Қаланы жақсы білем, өйткені мектеп, колледж түгелін қалада оқыған мен. 13-14 жасынан бастап Қарағанды қаласы. Сонда бардым, жан-жағыма қарап жүріп, сонда ондай план, стратегия деген ондай сөздерді де білмейміз ғой. Әйтеуір бірдеңе істеу керек. Жұмыстан қысқарып қалдық, енді жатпаймыз ғой үйде. 22 жастағы добалда еркексің ғой деген. Бірдеңе істеу керек. Бір дүкенге кірсем, не үшін кіргенімді есімде жоқ. Кірген жерде нелер тұр? Сағыздар сатылып тұр да. Жаңа ғана келіп атқан әдемі сағыздар, коробкамен дегенде советтердің кезінде ондайды көрмегенбіз. Түріктің сағыздары, мен оның атын да сол кезде атауында оқи алмаппын ғой, әлгінге дейін айтам осы айтқан кезде. Бубле гуме деп жазылып тұр екен ол. Кейін білдік қой, баблгам екен. Содан бір 3-4 коробкасын сатып алдым. Ең қызығы мен даже сонда білмеймін да. Бұл жай дүкен мұндай, тұтынушыға жай сататын да. Үйімнен кел, ал біреу, екеу дегендей. Оны көтерме бағамен базарда бір жерде сатады дегенді ойламаппыз ғой, біз қайдан білейік оны түгелін дегендей. Мен сол бағамен жаңағы дүкеннің бағасымен сатып аппын. Сосын тағы басқа дүкенге бардым да, ойланып келіп, мынау аз да болады ғой, ауылға барып болсын сатайын дедім де, темекі сатып алдым. 1-2 түрін көбірек қып бүйтіп. Соны алдым, соған бүкіл еңбек ақым кетті жаңағыдай. Біраз темекі алдым дейін, саным білмеймін, есімде жоқ. Сол 2 товарды арқалап автобусқа отырып алдым да, ауылыма кеттім. Ауылым 350 шақырым жерде Қарағандыдан сіздің Семейге қарай. Дәл сол. Біз Семейге жақындаумыз Қарағандыдан гөрі біздің ауылымыз. Қарағанды облысы болса да, негізі семейлікпін мен де сіз сияқты. Сонда бардым. Енді сату керек. Вот сол кезде қазіргі тренинг немесе бизнес туралы кітап бойынша оқытатын шығар оны. Стрессті өту керек, қорқынышты өту керек. Біз қайдан білейік? Я қорықтық, қалтаға салдық жаңағы жвачканы. Осы қазан айы, қараша айы, сол кездер 31 жыл бұрын, мен 22 жастамын. Мына жақ қалтаға темекілерімді салдым. Жаңағы ауылдың ішінен шығып келе жатырмын. Мынаны сату керек, кімге сатам? Мына ауылда ешқашан саудагер деген ешкім болмаған. Советтің дүкендері, советтің соның ішіндегі товарлары, сатушы, ресми түгелі бітті. Басқа біреу қолдан бірдеңе сатады деген өмірінде ел көрмеген ондайды. Мен де көрмегем. Бірақ
бірдеңе істеу керек қой. Көшеде келе жатырмын ақырындап, не істеймін, қалайсы, ұят қой дегендей сондай ұғымдар бүйтіп шын ұялып келе жатырмын. Қалай мен қазір бір баланы ұстап аламын да, сағыз ал деймін ба? 92-ші жыл. Бір ағаны ұстап аламын да, аға темекі ал дейді. Сөйтіп келе жатырмын бүйтіп. Бір уақытта қарасам, мына жерде бір құрылыс жүріп жатқан жер болған. Не салып жатқан? Мәдениет үйін. Кішігірім қып ауылдың. Соның ішінде мен білемін, орыстар жұмыс істеп жатыр қаладан келіп. Олардан ұялмайсың ғой деді. Сонда кірдім ішінде. Электрик болып жұмыс істеп жүргенде көрдім ғой, жаңағы орыстар жаңағы жұмыс істеп жүрген сөйтіп. Кірдім де, ұсындым, жаңағы темекілерімді сатып шықтым ішінден. Анаған, мұнаған, уф дедім, біраз ақша түскеннен кейін. Көңілімде, біраз ақша түскенде емес мәселе, біраз саудам өткеннен кейін, яғни бір процестер жасалғаннан кейін, сауда процесі жаңағы дегендей. Басталғаннан кейін. Одан кішкене. Жүзеге аса бастады. Дәріс. Бітті, одан кейін кетті. Болды міне. Бизнесімді осылай бастадым. Одан кейін ешқандай инвестор деген ешқашан болған емес. Бірінші үлкен инвестиция сөйтіп алуға бола ма, айтуға бола ма, жоқ па? Кредит алдым 98-ші жыл, 99-ші жыл, 29 жасымдамын. EBRD банктан не алдық, кредит ақша алдық, $9,000. О, керемет ақша болып көрінген. Енді қазір $9,000 бұлай болып көрінсе, жастар сіздің каналыңыздағы біле жүру керек. $9,000 о кезде Алматыда 3-4 квартира ғой деймін. Қарағандыда 4-5 квартира. Деп сөйтіп саналатын ақша. Соны кредит қылып алдық 29 жасында. Кепілдікке бүкіл туысқандарымыздың үйі қойылды. Өйткені кепілдік жоқ қой, өз үйім, туысқандардың үйі, кішігірім бір дүкеніміз бартын, киоск бартын, біраз товар бартын. Енді 7 жыл, 8 жыл болды ғой Қарағандыда, ауылдан бастады да, одан кейін Қарағандыда біраз тіршілік жасағанымызға сол себептен біраз дүние бартын. Дегенде соны түгелін кепілдікке қойдық, әйтеуір туыстар түгел жабыла кетті, жарайды керек болса қояйық деп бүйтіп біреу бір бөлме квартирасы, біреу 2 бөлме квартирасы, біреу жер үй дегенде сөйтіп. Солай. Негізі, яғни бастапқы капитал деген ең маңызды нәрсе емес. Ең маңызды нәрсе капитал мына жерде. Қалай бала кезден бастап, жас кезден бастап осыны тәрбиеледің, қалай сен оқыдың, тырыстың ба, мұғалімға құрмет көрсете алдың ба, немесе мазақ қылып жүрдің ба дегендей, соны түгел өте маңызды жас кездегі. Мазақ қылып мұғалімді жүрген адамдар әдетте ешқай жерде олар жетістікке жете алмайды. Өйткені құрмет деген, кісіге құрмет, ұстазға құрмет, үлкенге құрмет деген нәрселер оның аты құндылық екен. Ең қызығы. Сол құндылықтар бойында болмаса, бизнесте да сенімен дұрыс адамдар қарым-қатынас құрғысы келмейді. Дұрыс адамдар ол кім? Сенің клиентің. Дұрыс адамдар ол кім? Қол астыңа келетін, немесе келгеннен кейін кетіп қалатын дегендей сондай кісілер. Егер сенің құндылығың дұрыс болмаса, жақсы кісі қасында қалмайды сенің. 1 жыл, 2 жыл басқа жаққа кетіп қалады. Қалатын сол арам пиқылды сондайлар қалады дегендей. Тағы да кісі деген ол саған товар беретін адамдар, жаңағы кіммен қарым-қатынас құру керек дегендей. Осылармен қарым-қатынас құра алсаң дұрыстап, онда бизнесің жүреді. Осы қарым-қатынас кез келген инвестордан, инвестициядан, ақшадан, оборотный капитал деген нәрседен соны түгелінен гөрі маңызды осы қарым-қатынас осы үшеуімен. Жаңағы бір сөзіңізде бір естіп қалғаным, ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, сонда толық боласын елден ерек деп Абай атамыздың айтқан сөзінде, ақылды болсан, саналы болсан, былайша айтқанда бойында қайрат болса, энергия былай ұрып тұрған дегендей. Ал жас күніңізде осының бәрін қайдан, қалай білуге болады осының бәрін? Сіз өзіңізге осының бәрін кім үйретті жас күніңізде? Менің бақытым біріншіден әуестен үлкен кісілердің баласымын мен, яғни мен қырықпаймын, қазақ сөйтіп айтады ғой, қазір ойлап отырсам, сонымен бақытты екенмін. Бір. Екіншіден, ылғи айтатыным, мен кітап оқыған ананың баласымын. Газет, журнал, кітапты да оқыған әкенің баласымын. Екеуі де оқып, мақтан үшін емес, бізге үлгі болу үшін емес, шынайы жүрегімен, ақылымен қабылдап, оқып, дастархан басында сол
кітаптағы бір хикаяларды, бір қаһармандарды ішінде соны талқылап сөйтіп отыратын бала кезден сондай әңгіме естіп өстік дегендей. Мен орысша оқитынмын. 3 жасымнан бастап балабақшаға кірдім. Одан кейін 7 жасымда мектепке кірдім. Түгел орысша. Біздің жақта жаңағы қазақша мектеп деген өте тапшы болды, аз болды, болмады деуге болады. Орысша оқыдым. Шыны керек, мына 3-ші, 4-ші сыныптарға келгенде, мына кітап оқи алады өз бетімен деген жасқа келген кезде мен қазақша оқи алмайтынмын. Оқытпағаннан кейін не істейсің енді? Шешей бір кітаптар туралы айтып отырады. Мен негізі жалпы кітап оқимын, бірақ бүкіл орысша кітап. 2-ші сыныптан оқи бастадым, 8 жасымнан бастап. Ағаларым оқиды, әпкелерім оқиды. Енді шешей мен әке бір кітапты талқылап, кітаптың ішіндегі бір қаһармандарды айта отырады, бүйтіп. Қызығып, тыңдап, үндемей отырасың. Мен өте үндемес бала болғам. Тыңдап отырасың, қызығасың. Әлгінге дейін есімде Жайомса туралы айтып отырған. Жайомсаның ойлап тапқан, шығарған өлеңін айтып отыратын шешей, ақ сиса, қызыл сиса, 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 сосын ренжіп отырып бүйтіп, ай ана Шорманның Мұстапасы мына байлар не көрсетпеді деп бүйтіп, Шорманның Мұстапасы атымды алып, аталдым сол себептен Жайомса дейді. Міне, қазір 53-тімін, осы әңгімені естіген кезде мен бір 13-те шығармын. Сол жылдар болу керек деген. Мүмкін одан да бір-екі жыл ерте. Әлгінге дейін есте. Қызығасын, аузыңды ашып тыңдап отырасың, бірдеңе сұрақ қоясың, сұраққа жауап береді, бірдеңе. Шайдың басында осындай әңгімелер кетеді. Сосын 1 жыл өтеді, 2 жыл өтеді. Жаңағы Жайомсаның орысшасын тауып аласың. Зейтін Акышев авторы. Ойбай сүйіп оқыдым ғой. Ең бірінші менің қазақ тарихы бойынша кітабым сол ғой деймін. 11 жастарында, 11-12 жастарында, 13-14 емес дегендей. Сол кітаптар бойыңда өз тарихыңа деген құрмет деген нәрсені үйретеді. Сенің аталарың қалай өмір сүрді дегендей соны үйретеді. Жүректі қала бергеннен кейін, әрине, кейін үлкен болып өскенде уже бизнесқа келген кезде уже түсінік пайда болады. 25-30-дың арасында сол кездерде мен мына бизнес тек қана ақша үшін жасасам, өзім бір машина алайын, андай алайын деп жасасам, ол ұят деген нәрсе, ұят деген ол да құндылық айтпақшы. Құндылық туралы сөйлесек, мына кітап құндылық туралы айтсам, мысалы үшін соны онда нақтылап нүктелерін қоя берейік. Сондай құндылық туады екен, что егер атақ үшін жұмыс істесем, қымбат киім, қымбат сағат тағам, елге көрсетем, мен бизнесте қалай жетістікке жеттім деген ол ұят деген нәрсе. Сенің аталарың бар, бұрынғы тарихың бар, сол аталардың армандары бар, алашордашылар бар мұндай оймен жүрген дегендей. Соны түгел қалыптасады да, сенің бизнесің де өзгереді. Сол өзгергеннің арқасында, яғни сенің бизнесің сені байыту үшін жұмыс істемейді, сенің бизнесің қоғамға пайда келтірейінші деп бүйтіп сөйтіп жұмыс істейді. Одан берекелісі бола ма? Осыны ұмытпау керек ешқашан. Береке деген нәрсе бар. Ол береке ешқандай тренингтен үйренбейсіз, бизнес тренингтен. Береке деген нәрсені жалпы ешқайдан үйрене алмайсыз. Қайдан келетінін дегендей. Өткенде сіздің ұсынысыңызбен ана жас жігітке хат Андрей Марованың кітабы. Кітапты оқып шықтым, өте әсерлендім. Өте керемет, ішіндегі ойлары бәрі. Алла разы болсын сізге. Бұл кітапты сіз жалпы өзіңіз... Мен орысша оққам. Қатты сүйіп қалдым. Кішігірім ғана кітап. Арнайы бір қызық стильмен жазылған. Былай ақыл ғой. Былай қараған кезде ана кітапты былай айтуға болады. Ақсақалдың ақылы, ақсақалдың сөзі жасқа. Әй балам, бергеш отыршы деп бүйтіп бастаған сияқты болып көрініп тұр ғой. Андре Моро сөйтіп бастапты ғой. Анау Францияда туған мықты еврей ғой енді Андре Моро деген енді. Өте мықты даналық деген ұрып тұр. Хатын сөйтіп бастайды. Мен 80-демін, сен 20 жастасың. Сен маған мұндай сұрақ қойыпсың. Енді жауапты былай берейін деп әрі қарай кетеді. Бір кітап сонда ақыл толып тұрған. Оқыған кезде қатты әсер алдым. 1-2 апта оймен жүрдім. Қайталап үзіп жерлерін оқыдым. Сол кезде бір 45 жастамын оны оқыған кезде. Ойбай, мен жас жігіт емеспін, мен 20-да емеспін, 45-темін, бірақ өте көп нәрсе жүзін алдым. Сол себептен біз баспахана ашқан кезде ең біріншінің соны да айттық, соны аударайық деп. Өзіміздің баспахана біздің аударды әдемі шыққан сияқты, меніңше талай ақпарат беретін сияқты. Қараңызшы, ішінде
жас жігітке ол бизнесқа бар деп те кеңес береді. Бизнесіңді жаса, ол бизнесің әлеуметтік позициясы болу керек, қоғамға пайдалы болу керек. Бірақ біреуге барып, бір байға барып, жалынып ақша сұрап ал, оборотный капитал сұрап ал, инвестор тарт деп ешқандай кеңес жоқ қой. Жүрегіңді дамыт дейді, ақылыңды дамыт дейді, бизнесқа бар дейді, телевидение аш дейді. Мындай, яғни мына жігіттердің істеп жүрген істерін аш дейді, яғни осындай түсірілім жасап, телевидение жасап, YouTube канал жаса дейді. Ол кезде YouTube деген сөз болған жоқ, 60-шы жылдары Андре Маруа жазып отқан кездерде. Бірақ телевидение ашсаң дейді, и сол телевидениең ақылдылығы Бальзактың кітабы сияқты ақылды болса дейді ана жерде. Міне нұр үстіне нұр дейді. Не деген керемет. Ақыл беретін телевидение болса дейді. Анау ан жағын жағын шешіп билейтін бірдеңе қыздар, әйелдер емес. Жаңалықта көріп атамыз ғой. Анау жүкті болып қапты, анау анаған тұрмысқа шығыпты, анау мен ажырасыпты деп. Ол емес, ол не? Ол қоғамды бұзатын ақпараттар. Ақылды болсын дейді. Вот міне неғұрлым көп қазақтың баласы 17-20 жас арасында осы кітапты аз дегенде 2 реттен оқып шықса, 2 реттен. Қандай қоғамның өзгерісі болушы еді? Қандай өзгеріс болушы еді қоғамда? Настольный книга деген бір термин бар ғой орысша. Дәл солай. Дәл солай қойып қоюға болады екен иншалла. Ана Абай атамыздан бір қара сөздерінде келеді екен. Мен ана кітапты оқып отырған кезде шыны керек, ар жақтан бір іздеп жүрген дәрістердің бәрін ар жақтан аласың ғой, жүрегіңнің құндылығын бір реттеп аласыз. Енді салыстыруға әрине келмейді. Бірақ та мен өзімде сондай бір әсер қалды. Сол жерде бір түйіндегенім, түсінгенім сол отбасылық құндылыққа да кіріп кетеді екен. Иә, өте көп кіреді. Үйлену туралы, үйлену керек па, жоқ па, біреу былай ойлайды, былай ойлайды деп, біреу былай ойлайды деп сөйтіп кеңес көп береді негізі. Өте көп береді. Мынау жүріс жүретін адамдармен мына өз-өзін реттеп алып дұрыс қалған адамдарды салыстырған кезде ана жерде керемет сондай сияқты бір адамның. Енді әңгіме барысында Абай атамызды 2 рет келтірдіңіз сіз. Абайды жақсы көреді екенсіз, сезіп отырмын. Енді Абайдың бизнеске беретін бір кеңесі бар, қысқадан нұсқа. Соны да тексере жүру керек. Біз кәсіпкер ретінде өзіміз тексеру керек Абайдың сөзі арқылы. И қол астымыздағы адамды тексеру керек. Жасап атқан, қазір жұмыс жасап атқан адам 1 жыл, 5 жыл, 10 жыл жаңадан келіп атқан адамның Абайдың бір сөзімен фильтр қылып, өткізуге болады негізі сүзгі қылып. 3 нәрсе адамның қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Осы 3 бар. Енді осы 3 бойынша өз-өзімізді тексерсек, менің бойымда ыстық қайрат бар ма? Әсіресе кәсіпкер болам деп жатқан адамдар тексеру керек. Менің бойымда ыстық қайрат бар ма? Бар деп жауап берсе, жаңағы 5 балл мен тексеру керек. 5 қойылам ба, 4 қойылам ба? Энергия ма? Энергия, дұрыс айттыңыз. Екіншісі, нұрлы ақыл қалай мен? Білімділігім, сөз түсінуім дегенде, жазуым, оқуым дегенде сондай түгел қалай деп оны да тексеру керек. 5 қойылам ба, 4 қойылам? Шындық айту керек өз-өзіңе. Өзіңе шындықты айтуға болады ғой, өзің туралы даже жаман айтсаң да. Негендей. Үшінші, жылы жүрек. Мен мейірімдімін ба, жоқ па? Басқа адамға көмектесуге дайын тұрмын ба? Балаларды жақсы көремін ба? Көршінің баласына өзім балама қарағандай қараймын ба? Жалпы қалаймын мен мейірімділік жағынан деп? Көшеде біреуге көмектесуге дайынмын ба? Деп сол жағынан тексеру керек. Осы үшеуімен тексеру керек. Дұрыс айттыңыз. Бірінші, ыстық қайрат деген ол энергия. Екінші, нұрлы ақыл деген қазіргі тілмен ол интеллект, ақылыңның дамуы. Үшіншідікі, енді жылы жүрек деп Абай келтірді. Мейірімділік, доброта деп сөйтіп келтірілеміз. Енді орысша нравственность деп. Нравственность, дұрыс айтасыз. Енді Абайды бұлай ойлауға болады. Енді бір кезде бір қазақтың ақсақал болған, Семеймен екеуміздің ауылымыздың дәл ортасында болыпты ғой. Міне сіздің аягөзіңіз, міне менің егін бұлағым дәл ортасында Абай тұрыпты, Қарауыл деген жерде. Сізден 100 шақырым, менен 100 шақырым. Сол жерде Қарауылда, Жидебайда, Ақшоқыда домбырасымен киіз үйде жатады екен. Қасында мұн жағында бір әйелі, мұн жағында сүйікті әйгерімі деп, арасында өлең жазып қойған деп. Жарайды, енді оқи салайық, мектеп айтты ғой деп оқуға болады. Онда үйтіп ойласаңыз, Абай кірмейді. Абай кірмейді онда. А егер
сенсеңіз, Абай ғұлама, Абай тек қана қазақтың емес, қазаққа ғана емес, бүкіл халыққа, бүкіл дүниеге, жер шарына ақыл айтып кеткен. Ол ақыл тұрарлық, сондай ақыл деп сенсек, онда кіреді. Енді тұрарлық ретінде бұл ақыл бір дәлел айтып берейін. Бір ғұлама адам бар, қазіргі заманның 90-ға келген бір ақсақал. Есімі Уоррен Баффет. Өте атақты инвестор, фирмалары бар, жас кезінен бастаған, үйткен дегендей. Енді ана Билл Гейтс сияқты атақтылар Уоррен Баффеттің кеңесін, ақылын тыңдайды. Уоррен Баффеттің айтқан тізімі бойынша кітап оқиды. Билл Гейтстің өзі ана Уоррен Баффет оқыған кітабын бұған кеңес береді, бұл оқиды, сосын дүниеге кеңес береді. Ал сондай ақсақал. Енді сол ақсақалдың сөзі. Когда я выбираю людей, дейді, адам таңдаған кезде, дейді, я смотрю на 3 вещи, дейді. Бұл орыс тілінде берілген интернетте, бүкіл жерде ақпаратта, сол себептен сол тілде қалай берілген айтып берейін. Когда я выбираю людей, я смотрю на 3 вещи. Первое, дейді, наличие энергии, дейді. Второе, на наличие интеллекта, дейді. И третье, на добропорядочность. Сіз де шыдамай, ё-моё деп жүрдіңіз, көрдіңіз бе? Эмоция кетіп қалды әні. Таң қалғанның эмоциясы кетіп қалды. Нан қараш? Әй, тізімде дәл келіп тұр ғой. Мынау бірінші кеткен жоқ, мынау үшінші кеткен жоқ дегендей. Энергия дейді, ыстық қайрат, интеллект дейді, нұрлы ақыл, добропорядочность дейді, жаңағы тазалық, нравственность сіз айтқан, яғни жылы жүрек. Абай бір сөзбен қатырып тастаған. Ал, оған не айтамыз? Ал? Өте керемет. Жаңағы қарауылда, Ақшоқыда домбырасымен жатқан Абайға сенуге болады екен. Міне дәлелі тұр ғой осы жерде. Солай, сол жағынан тексеру керек адам өз-өзін кәсіпкер болам деген, қазір кәсіпкер адам, кейбір адам кәсіп болмай қалды. Мысалы үшін 3 жыл жүрді, 5 жыл жүрді, 10 жылды болмай қалды. И осы сүзгіден өзін өткізу керек. Осы үшеуі қай жерде ақау кетті. Жылы жүрек деген ол не? Жылы жүрек деген менің қасымна жұмысқа келген адамдармен қарым-қатынас. Егер мен оларды қорқытып басқарсам, ол жылы жүрек емес. Яғни, қорқытып басқарсаң, ең мындай шығармашылық қабілеті бар, яғни творческий адамдар дейді, креативный дейді қазір айтпақшы. Сондай адамдар ондайға шыдамайды. Қаламайды ондайларды. Тек қана жылы жүрекпен, тек қана ол сенде болу керек деген. Қарым-қатынас кіммен? Сатып алушымен, клиентпен, жылы жүрек арқылы құрмасаң, тағы да болмайды. Ешкім келмейді. Мысалы үшін ресторанды елестетіп көр, сен мындай үлкен бастық болып, бүйтіп қарап, өтіп бара жатсың ішінде. Клиент андай-мындайлар отыр, түгелім жүр. Мынау хозяин деп айтты, бүйтіп бара жатсың. Бітті, ондай жерге ешкім келгісі келмейді. И сонымен жалпы негізі сүзгіден өткізіп анализ жасау керек. Неге бизнесім болмай қалды дегендей, болатын түрі бар ма негізі, мен қандай адаммын. Абайдың осы 3 сөзі, 3 мінездемесі негізі тексеруге көмектеседі жақсы. Сізден тағы да бір сұрағым, мәнісін айтып, әдісін айтпайтын адамдар қаптап кетті деп қоғамда. Айтып жатыр, вроде спикер, тәжірибесі бар, бірақ қателік жасамаған деген сияқты. Сондайға көзқарасыңыз қалай сіздің аға? Не көп болып кетті адамды өмірге үйрететін. Неше түрлі көп болып кетті. Психолога бар, бизнесті үйретем дейді. Көп болып кетті. Арасында бүйтіп қарап отырсаң, басың шайқау ғана қалады, шын айтсам. Оған диагнозды мен бір сөзбен қойдым, қазақтың сөзімен. Аңқау елге арамзамолла деген сөз бар. Сондай көбейіп кетті. Бұлай істеңдер, бұлай өмір сүріңдер, үйтіңдер, бүйтіңдер деген сондай көп кетті. Біз дәл сол сөзді өз бидайыңды өзіне ұрып береді деп айтамыз да? Олай да айтуға болады. Машалла, сіз енді өте жақсы бір теңеп айттыңыз. Маған бір адам сондай бір сұрақтармен келген кезде айтам да, енді 1000 түрлі бизнес бар ғой. Мен жүріп, қолыммен тигені бір 20 шығар. Нақты өзімнің жүргенім бір 4-і шығар. Соның төңірегінде сұрасам айтайын. Басқаларда... Осыңыз дұрыс. Осыңыз дұрыс. Қазақстанда меніңше жаңағы бизнес, оқыту деген бірдеңе болатын болса, тек қана бір бағытта болу керек. Өзі, бизнесте жүрген адам, өзінің жасаған тіршіліктерін айтып беру керек. Қызығын, шыжығын,
көрген ішіндегі стрессін, рахатын, нәтижесін дегенде соны түгелін ғана айтып беру керек. Әрі қарай былай істе, бүйту керек деген болмайды ондай. Тек қана солай болу керек. И мен сол себептен кеңесте беретінім, кімге болса да, тек қана жастарға деп айтпаймын, кеңес беретінім былай. Бизнес бойынша бірдеңе оқимын десеңдер, Құдай үшін ана біреу жетістікке жету жолы, мына 10 қадам мындай нәрсеге дегенде лидердің 25 қадамы деген нәрселерді оқымаңдар. Құдай үшін шаблонмен сендердің миларың түгелін бұзады аналар деп бүйтіп. Бизнес туралы оқығың келсе, биографияны оқыш деймін. Адамдардың, жетістікке жеткен адамдардың биографиясын. Феномен Зара деген кітап бар. Зара деген фирма, Амансио Ортега қалай жетті жетістікке. Ол 90 жылдары ең бай адамдардың бірі болып саналған. Ең бірінші орындарда тұрған. Қазірде бестіктен түскен жоқ. Киім тігу. Сонымен жүрді. Содан бастады. Оқыған университетте жоқ. Барған курстары да жоқ. Мотивационный курс. Анау бір деген барған емес. Білмейді ол. Бару дегенде. Ол жаңағы Абайдың 3 нәрсесімен жүрген кісі. Мысал үшін. Соны оқы. Бала кезден бастап қалай ол ойланды. Қандай жағдайда өмір сүрді, әкесіне шешесіне қалай қарым-қатынас болды, әкесі шешесі қалай қарым-қатынас құрды, әпкесімен қалай тіл табысты, жаңағы ең бірінші тігін несін алып, машинкасын алып, бірдеңе юбкалар тігіп үйтіп сатқан кезде қарым-қатынас қалай құра алды, күйеу баласымен үйтіп дегендей. Сол қызықты. Міне. Дәл сол аяқ киім сатып бай болған адам кім еді? Фил Найт. Феномен Найк деген кітап бар. Биография басынан бастап 20 жастағы жігіт Жапонияға барып, келісімге келіп, соғысты. Жапонияға барудың курсын өтті ме? Жоқ. Жапон тілін өтті ме? Жоқ. Бірақ өзі қатты қиналған түгелі сөзді жазылады. Бірақ жапондықтар отырдық, үйттік, сөйлестік дейді, кетті. Мен түсінген жоқпын. Бұлар иә деді ме, жоқ деді ме. Сол себептен сырттай бұларды зерттей бастадым дейді. Менталитеттері қалай дегендей, дүкендерде жүріп қарап, үйтіп дегендей, бұлардың иә дегені қашан сезуге болады, жоқ дегенді қашан сезуге болады. Түсіндім дейді. Бұларды сөзбен емес, жүрекпен сезуді үйрену керек дейді. Мынаны қараңыз. Мына жаңағы эмпатия деген нәрсе сол ғой. Көрдіңіз бе? Ол тренингке барған жоқ. Өзі сөйтіп сезіп, бүйтіп үйренді, стресстарға кірді, товарға ақшасын берді. Одан кейін Америкаға барды, ол товарды күтіп отырды. Әкесі оған ұрысты. Қайдан ақшаны түгелін шаштың? Қайдағы жапон олар? Жібермейді саған ештеңе товарыңды, болды, банкрот болдың деп. Мамасы сол кезде қалай қолдады? Әкесіне аузын жауып отыршы дегенге келтіріп бүйтті. Соны түгелі, міне бизнес хикаялар. Осы биографияларда жатыр түгелі. И бізде қазір қазақтың кәсіпкерлері тек қана өзіміздің өткен жолымызды айту керек, басқа далбаса нәрселер. Бұлай жасау керек, бүйтіп жасасаң бұлай көресің дегенде ол. Меніңше далбаса нәрселер сияқты. Мен әйтеуір күлкім келеді неше түрлі бизнес тренер бірдеңелерді үйреткен, көрген кезде бүйтіп басым шайқап отырамын, шын айтсам. Ақша табу үшін ғана жүрген сияқты ғой. Иә. Сонда диагноз бір. Аңқау елге Рамза молла. Дұрыс айттыңыз аға. Менің бір ең басты тақырыбым өзімнің. Жалпы интернетте, инстаграмда сөйлеп жүрем ғой. Ол отбасылық құндылық. Осы мен айтарым, басқа адамды білмесем де, әйтеуір өзімнің жаңағы 5 балам бар, Аллаға шүкір. Әкем бар, анам бар, бір толық отбасынан шыққам деген сияқты. Бақытсыз. Ұлым боксер. Сол жаңағы сізге неге қарай әкеле жатырмын? Жаңағы бала тәрбиесі жайында. Өткен жолы сіздің жаңағы естіп жатырмын. Жаңағы бала тәрбиесіне қатты ден беріп көңіл бөлетін жайында. Сол жайында бір айтсаңыз, қазіргі қоғамда балаға сонда өзіміз білмей қалдық, қандай тәрбие беру керек, қандай кітаптарды оқығанымыз дұрысырақ болады деген сияқты мәселеде. Бала тәрбиесіне қазіргі таңда тағы да қалай қарап отырмыз. Бір жақсы мектеп тапсақ, жақсы мұғалім тапсақ,
уф деп жатырмыз. Неғұрлым қымбат мектеп жақсы оқытады деп тағы беріп тастаймыз. Ақша тапқан ата-аналар, ақшасы барлар сөйтеді дегендей. Ол да қызықты маған, шын айтсам. Ана дарынды балалар мектебіне 5-ші сыныпта, 6-ші сыныпта, 7-ші сыныпта түсіп алса бала, уф дейміз, той жасаймыз да, соларға беріп қойып, тағы отырамыз, бітті ол жерде, тәрбиесі де жақсы, түгел жақсы деп бүйтіп дегендей. Өйтіп былай қарапайым түрде баланың тәрбиесіне қарауға болмайды әрине. Жаңағы мектептің қолына беріп қою, жақсы мұғалімнің қолына беріп қою, жақсы мектепке беріп қою дегендей, соған сеніп алу өте қате жол. Ол бизнесте бір сөз бар ғой, аутсорсинг деген. Бір нәрсені сыртқа беріп қойдың дегендей, иә. Өзің үлгермей жүрген нәрсені сыртқа бір басқа фирмаға беріп қойдың. Өзің істеу керек нәрсені. Иә. Бизнесте ол болады. Мысалы үшін мына студия отырмыз, мына жерде мыналар нені еден жуушыды, тазалықшы адамды өздері ұстағысы келмейді штатта. Сол себептен көршінің дүкенімен келіседі. Әпке, сіз келіп, көрші дүкенмен келіседі. Сіз ана әпкені жіберсеңіз, күніне бір сағат тазалап алып кетсе. Бұлардың жұмыс істемейді, бұнда жұмыс істемейді, бірақ 1 сағат соған сыртқа төлеп отырады. Вот сол аутсорсинг, ол дұрыс. Мына бизнесқа қараған кезде ол дұрыс. А балаға қарағанда ол дұрыс емес. Тәрбие деген нәрсе бар, соны мен сіздерге бердім, сендер тәрбиелеңіздер дегендей. Өз әсерің болмаса, әрине түк шықпайды. Енді әсер, кітап арқылы да үлкен әсер. Мен бағанада айттым ғой, мен жетістігімнің көп пайызы, бұл өмірдегі жалпы бірдеңе жетістігім болса, жаңағы әке мен шешенің кітап оқыған ата-ананың баласымын деп сонда жатыр деп мен оған сенемін нақты. Ол бір, екіншіден дұрыс айттыңыз, қандай кітап оқу керек, кітап оқысады деп. Ол өте маңызды. Бала өз бетінен таңдап, өз бағытымен кетіп, өз ұнағанын оқып жатса, не оқып жатыр, қандай құндылықтар ол жерден алып жатыр деген ол да бір қауіпті нәрсе болуы мүмкін. Кітап таңдап беру деген, мұғаліммен ақылдаса кітап таңдап беру дегендей, жазғы каникулға мысалы үшін кітап таңдап беру өте маңызды жұмыс. Ата-ана ол жерде қатысу керек дегендей, бағыт беріп дұрыс кітап дегендей. Сол кітап арқылы да тәрбиелеуге болады, әжептәуір. Өзі үлгі болу дегеннен оны не айтамыз, оны түгел білетін нәрсе. Ата-ана айтқан сөзімен емес, істеген ісімен тәрбиелеу керек, дұрыс өмір сүруге тырысу керек деп бүйтіп, дұрыс адаммен араласу керек. Егер сіздердің достарыңыз үйге келіп бірдеңе, сіз оларға бірдеңе виски құйып бүйтіп отырсаңыз, бала оны түгелін көріп жүреді, онда одан кейін сөзбен тәрбиелемей қойыңыз, онда ештеңе айтпай қойыңыз, өйткені істеп жатқан ісіңіз мынандай. Өзіңіз туысқанды менсінбейтін адам, ешкімді жақындатпайтын адам болсаңыз, тағы да о жағынан тәрбие бірдеңе айтпай қойыңыз балаға, өйткені сіз оны көрсетіп жатсыз дегендей. Ал керісінше мейірімділік көрсетсеңіз, кім де болса сіздің үйіңізде мындай жақсы көңілмен келіп, жақсы көңілмен қайтып жатса, оны да бала көріп өсіп жатыр. Сондай өте шағын, бірақ өте маңызды нәрселер, өте маңызды. Деген біз не істеп жатырмыз, бала соны қағып алып жатыр. 2 жасында, 3 жасында, 5 жасында, 15 жасында маңызды емес. Ол сол істе болу керек. Мен қандаймын деген адам сонымен тексеру керек жаңағы. Яғни менде жылы жүрек болса, ол менің әрекеттерімде көрініп тұрады, Абайдың айтқан жылы жүрегі. И оны балаларым менің қағып алып жатады дегендей. Сол оймен жүру керек болды. Тәрбиелеуге тырыспа, өзіңді тәрбиеле. Әрине. Сен біреуге қамқоршы болуға тырысып жүрсең, балаңда қамқоршы болады, саған да қамқоршы болады. Деген сөйтіп айтуға болады. Жаңағы Амансия Ортеганы айтайық, 12 жасында жұмыс істеуге кетіп қалады, мектепті тастап. Сонда бірақ ой, анасына қамқоршы болам деген ой. Анасы бүйтіп ақша төлей алмай қалады. Дүкенде қарызы бар екен, и дүкеннің қожайыны айтады: "Мария, кешір, мен саған бүгін қарызға тамақ бере алмаймын. Сенің қарызың біріншіден көп болып кетті менің дүкенде, екіншіден бүгін естуімше сенің жолдасың, яғни жаңағы Амансия, кішкентай Амансияның әкесі, жұмыссыз қалыпты, қысқарып қапты деп естідім, бере алмаймын" дейді. Басын түсіріп, ана Мария кетеді. Ана балаларға не тамақ істеймін деп. 30-шы жылдар Испания, 1930-дар. Сол кезде жаңағы кішкентай 12 жастағы Амансияның намысы оянып, анасының андай стресс халын көреді де, ертеңде өзі шешім қабылдайды. Мектепті тастаймын деп, өзі. Таңертең мектепке емес, жұмыс іздеуге кетеді. 12 жаста. Яғни атаның, ананың мейірімділігі, қамқоршылығы басқа жасаған адамға бұқанда дарыған.
Бұл сонда енді 12-де болса да анасына қамқоршылық жасап жатыр. Қазақта сөз бар ғой жаңағы. Болмайтын адам 30-ында жаспын дейді, болатын бала 13-інде баспын дейді. Осы Амансия Ортегада сол қазақтың сөзін көріп отырамыз біз. Жаңағы «Феномен зар» деген кітапты оқуға кеңес беремін негізі барлығына. Өте әдемі, өте жақсы айттыңыз ғой. Енді қателіктер жайында айтсақ аға. Енді әрбір адам өмірінде қателіктер өткізеді ғой. Қателіксіз өмір сүруге бола ма бе? Соны бірақ та енді кәсіп тақырыбында болғаннан кейін нақты кәсіптегі қателіктеріңіз жайында айтсақ. Жас күніңіздегі бастап келе жатқан кездегі мына салаға кірдім. Содан кейін ол мынандай болып қалыпты деген сияқты әңгімелеріңіз бар ма? Ой, еске түсіруге бола ма екен? Қателік жасау деген ол былай сізге айтайыншы. Қай жобаны жасасам да 25 жаста, 35 жаста, 45 жаста біреуі де қателіксіз өтпеді. Сосын жасап бүйткен кезде бүйтіп отырасың. Туф, мынаны неге бүйтіп, мынаны неге нетпедім деп. Одан қорықпау керек. Ең бастысы үлкен бір қателік болмау керек, оны түгелін жауып тастайтын дегендей, жүргізбей қоятын дегендей. Онда енді менде жоқ, бір нәрсе мүлдем. Бір-екі фактор бар, бірақ бір-екі не бар. Сондай факт бар, бірақ соншама бүкілін құртып тастады, бүкіл бизнесті деп айта алмаймын. Бөлек бір нәрсені жасаймыз деп біреуге сеніп қап, алып кетеді деп сөйтіп жасағаннан кейін болмайған бір-екеуі бар, майда-шүйда. Жалпы түгел жобаның ішінде қате бар, әрине ол міндетті түрде, бірақ соншама не емес түгелін жауып тастайтын, құртып тастайтын, өзгеретін, яғни сондай нәрселер өзгертетін деп бүйтіп. Кәсіпкердің бір болуы керек бір үш характері былайша айтқанда. Абай айтып берді ғой. Иә. Бітті. Шын айтам. Болды, иншалла. Шын айтам, болды. Ыстық қайрат деген ол жаңағы решительность деген нәрселерді айтады ғой. Айтпақшы бір жақсы кітап бар. Тез айтайын деп ұмытып қалдым. Фордтың компаниясын басқарған Ли Якокка деген адам, сол жазған. Атын ұмытып қалдым. Сөйтіп табуға болады. Ол топ-менеджер болған. Иесі болған жоқ Фордтың иесі ол Фордтар, фамилия. Бұл топ-менеджер болды. Ол топ-менеджер ретінде соны оқуға мен кеңес беруші едім. И сол кімнің Ли Якокан ол атақты 20 ғасырдың ең атақты топ-менеджерлердің бірі болып саналады. Топ-менеджер деген яғни ол кім? Ол мына иесінен кейін, фирманың иесінен кейін тұрған адам, бүкіл бизнесті осының түгелін басқарып тұрған адам, ең биік менеджер деген. Енді жаңағы Ли Якоканың кітабы қызықты, мақтаншақтау негізі. Ол да сезіліп тұрады, жаңағы кітабын жазған кезде. Бірақ жақсы ақпараттар, нәрселер, биография, толық биография Фордтың ішінде жұмыс дегендей. И сол адамның бір сөзі бар негізі, ол кітаптың ішінде бар ма, жоқ па білмеймін, басқа жерден мүмкін тауып мен қарадым. Егер де дейді маған менеджердің бірде бір керек деген қасиетін айт десең, мен айтушы едім дейді, ол шешімталдық дейді. Решительность деп айтады дегендей бір қасиетте. Ол решительность, жаңағы шешімталдық Абайдың ыстық қайратында тұр емес пе? Қайратты адам ол шешімтал адам. Сол қайратының арқасында қайрат энергия, бағанадан айтып түсіндірді, түсінбей қалатын адамға. Қайратты адам, настойчивый адам. Иә, түгелі бар соның түгел дегенде. Нұрлы ақыл деген бар, өзіңді білімді жетілдір, бірақ жаңағы не нәрсеге бармасыншы ешкім Құдай үшін. Мен анандай кісі бар екен, мотиватор, мықты мотиватор екен, 1-2 сағат барып, содан мотивация алып келейіш деп 100 000 теңге төлеп, анаған барып, сосын мынаны тыңдайыш деп тағы да ақша төлемей, 2 сағат ананы тыңдау дегендей. Менімше ол дәрі болмайтын сияқты да. Менімше мотивацияңда, біліміңді, күнделікті білім алуында жарықты қосып қойып, бір кітапты алып, немесе бір ақылды адамдар негізі бар YouTube'да. Дәл сол YouTube'да бар, бірақ оны да таңдау білу керек. Қайсысын тыңдауға келеді, қайсысы келмейді дегендей. Мынандай тағы да бір мәселе бар. Мен өзімді айтатын болсам, кәсіпті бастаған кезде шыны керек ақшаны мүлдем ойламаппын да. Тамаша. Иә. Яна компьютер құраудың профессионал болдым да. И біреуі құрадым,
ол ана грибы сияқты жаңағы санар олақ сияқты өсті да бүйтіп. Оны біреу сатам, екеуі ораймын, төртеуі, алтауы деген сияқты. И айтайын дегенім, ақшаға деген адамның көзқарасы қалай болу керек? Сол жайында айтып беріңізші, сол жайында өте жаңағы сөзіңіз әдемі өтті да. Ақша туралы ойламаппын ғой. Мен де солмын. Мен де солмын. Ең қызығы басында да бастаған кезде де орта бизнестің 25-30 жасымдағы жасаған бизнестерді түгелінде ешқашан ойламаппын ба. Ақша табу, мұншама болу керек, мұншама капиталым болу керек мына күні дегендей. Қазір де жоқ екен ғой сондай. Яғни жаңағы процесспен кетіп қаласың да бүйтіп. Ұнайды жасап отқансың. Енді ең қызығы ісің ұнап тұрса, ісіңді шаршамай сол істің ішінде жүріп жұмыс істеуге дайын тұрсаң, күн демей, түн демей бірдеңе проблемаларды шешіп өйтіп қол келіп жатқан кезде кеңесіңді беріп қасындағы адамдарға анамен сөйлесіп, мынамен тіл табысып деп бүйтіп клиент, поставщик, анау мынау деп соны түгелімен деп сөйтіп жүре берсең, бизнесіңді, жұмысыңда жүре береді екен. Ең қызығы ол жүргеннен кейін жаңағы ақшада табылып жатады екенсің. Кейін бір ай, 2 ай өтеді, бірдеңе жаңағы айлық, 2 айлық рапорттарды көрген кезде жаңағы экономист бөлімінің, бухгалтерлардың бөлімінің бірдеңе толқынбыз ғой. Көріп жатады екенсің. Қызық негізі сол. Енді мен өз-өзімне арасында айтып қоятын бүйтіп 30 жастарымда. Ойлау керек қой негізі бүйтіп бірдеңе ақша, еще бірдеңе сөздер бар ғой, маржа, маржинальность деймін, соны басқа кісілерден естіп қаламын да, бүйтіп күліп аламын. Соны негізі ойлау керек қой деп. Бірақ бір 40-қа жақындаған кезінде, бір 2007-2008 жылдар, сол кезде бір сөз естіп қалдым мен. EQ деген сөз бар екен, эмоциялық сапа, emotion quality деймін, ағылшынша сол екен. Ол не нәрсе екен деп бүйтіп, бір шетіне естідім де, не нәрсе екен деп қазбалап көрсем, не екен? Қарапайым нәрсе екен негізі EQ деген. Яғни қазіргі жетістікке жету үшін ең маңыздысы дейді, не емес дейді. Керемет бір ақылың, ақыл жағынан дарындылығың, мектепте жеңген олимпиадаларың емес, алған қызыл дипломдарың емес, университеттен дегендей жоқ дейді. Ең бастысы дейді, адаммен қарым-қатынас құра алуың дейді. Яғни IQ емес, жаңағының түгілі IQ ғой енді, яғни басқа бір нәрсе дейді. Ол EQ дейді, эмоциялық сапа дейді. Ол не? Ол EQ деген не бәле деп зерттеп қарай бастадым. Енді қарасам EQ деген не екен? Ол басқа адамдармен, бөтен адамдармен қарым-қатынас құра білуің, коммуникативные навыки деген нәрсе. Оны бір америкалық кісі зерттепті да, сол шығарыпты былай, кітап қып, сөйтіп деген. Бүкіл жерге содан кетіпті, Голман деген кісі. Сосын өз-өзіңді тану дейді, өз-өзіңді білу, кімсің сен, құндылығың қандай, жаңағы. Бағанағыдан сіз екеуміз айтып отырған ыстық қайрат менің бойымда бар ма, нұрлы ақыл жағы қалай, жыл жүрек деген мен туралы ма жоқ па деген. Яғни өз-өзіңді тану деген нәрсе өте маңызды дейді. Сосын ең қызығы үшіншісі, EQ мықты адам дейді. Негізі EQ мықты адам бизнесте болсын, қайда болсын жетістікке жетеді дейді. Бірақ EQ мықты адам ол қандай дейді. Енді ең қызығы үшіншісі жазылып тұрған жерде EQ мықты адамдар дейді, олар әдетте дейді, жұмысты ақша үшін, табыс үшін жасамайды дейді. Ананы оқығаннан кейін бір 36-7 жастарында, яғни бір 15 жыл бұрын тіпті қуанып кеттім. Мен дұрыс жүр екенмін ғой. Қызық екен негізі. EQ деген негізі эмпатия деген нәрсе, басқа адамдарды сезе білу. Басқа адамдарды сезе білу туралы жазыпты. Сондай адамдар жетістікке жетеді, яғни EQ мықты деп бүйтіп. Сол кезде басқа адамды сезу дегенді бүйтіп ішімнен ойлап отырдым да, қазақтың бір сөзі есіме түсті. Ым білмеген дым білмейді дейді қазақ. Ым деген не? Сөзсіз айтылған ақпарат, сөйтіп айтайық. Ол көзбен бе, немесе үндемей қалғаннан ба, немесе бүйтіп басын бұрып қалғаннан ба, адамның да қарсында отырған, жүрген, тұрған адамның, әйелің ба, бастығың ба, қол астындағы адам ба, клиент па, поставщик па, маңызды емес.
Университеттің ректоры ма, сен мысалы үшін проректор болып жұмыс істеу үшін маңызды емес. Ең бастысы сен оны сезе қою деген қабілетің болу керек. Жаңағы басын бұрып қалғаннан, үйткеннен, бүйткеннен, жымиғаннан, ішің күлді ма, немесе өтірік арамданып күліп тұрма дегенде соны түгел сезе қою қабілет болса, сенде эмпатия деген нәрсе бар екен бойыңда, биік басқа адамды сезу. Ол да өте маңызды дейді. Сонда осы 4 нәрсе жаңағы EQ биік адам осы 4 нәрсе деп ол айтып отыр. Жаңағы біріншісі адам өз-өзін тану керек дейді. Менің құндылықтарым, позициям, өмірге деген көзқарасым деген нәрселер, иә, дінге деген, тілге деген көзқарасым қазаққа қатысты болса, соны да айта кету керек біз міндетті түрде, иә. Ол проблемный жерлер ғой. Екіншісі дейді басқа адамдармен қарым-қатынас құра білу. Үшінші дейді жаңағы эмпатияң, басқа адамдарды сезу. И төртінші дейді жұмыс істегенде ақша үшін емес, процесс үшін жұмыс істей білу, сондай бойыңда бір нәрсе болу. Оны қабілет дейміз бе, қасиет дейміз, қасиет деп айтуға болады шығар, иә. Сол дейді. Ал сол себептен мені сіздің де жетістікке жетіп, мындай электроника дүкендерін ана Сулпакпен қарсы шығып, мен бүгін негізі таңғалып отырмын сіз туралы жаңағы ақпаратты біліп. Сулпак, Технодом деген монстрлар ғой. Оларға қарсы тұрып, сіз жаңағы электроника жағынан үлкен дүкен жасағаныңыз, это үлкен жетістік, үлкен жеңіс. Енді қарап отырсақ, сол жеңістің себебінің бірден бірі, яғни міне қазір сіздің сұрағыңыздан шығып тұр. Ең бірінші бастан бизнесті ақша үшін емес, ұнайды деп жасап жүргеніңіз екен. Енді ана американдық Голманға сенсек, солай болып тұр. Ол Голман жаңағы EQ деген нәрсені шығару үшін 30 жыл кәсіпкерлерді зерттеген екен. 30 жыл бойы. Анан қараңыз. 70 жылдан бастап 2000-ға дейін зерттеген дейді. 2000-ның кезінде кітап жазыпты. И сол кезде эмоциональный интеллект, эмоциялық сапа деп жаңағы нені шығарыпты, EQ деген нәрсені. Оның алдында ол болмаған. Яғни адамның жетістікке жету тек қана білімінен емес, алған білімінен, университет, Америка университеті немесе Қарағандының, Алматының қызыл диплом ба, көк диплом ба дегенде одан емес, тек қана одан емес, басқа да бір факторлар бар, и сол факторларды ол зерттеген. 30 жыл өмірін соған салған. Ең алғашқы сізбен танысқан кезде осы бір тұсыңыз қатты ұнады маған. Осы өзіңіз жәнегі баспахананы ашу деген ой қалай келді сізге? Бұндай нәрсені қалай істедіңіздер? Бір 15 жыл бұрын, 37 жастарымда әр жақ бір жаққа шақыра бастады мені. Бірден әңгіме айтуға. Университет, колледж, мектеп, деген кәсіпкерлер, жас кәсіпкерлер әртүрлі жерге шақыра бастады, жарайды. Ойбай, бірдеңе пайдалы болсақ, 1-2 сағаттық әңгіме айтып берейік деп, анда да барам. Ақша ешқашан алған емеспін. Сол кезде оларды қинаған сұрақтарға, қинаған ғана емес, жалпы негізі бірдеңе білігім келеді деп қойған сұрақтарына мен жауап беріп жатқан кезде, жетістік дейді, өмірдегі жетістік, толық адам деген ол кім? Ақылды сұрақтар көп кездеседі негізі. Мен 2 тілдімін, орыс тілділер шақыртады, қазақ тілділер шақыртады, анда да мында да, и сол себептен салыстыруға да болады да былай. И әртүрлі жерлерге бара беремін, сөзсіз кемсітпеймін дәл сол. Қарапайым жерлер, андай-мындайларды жоқ. И қызықта сұрақтар, сонда ақылды сұрақтар болады, көп кездесіп жатады. 7-8 сыныптың мектептің балалары қандай сұрақ қояды, ойланып қаласың, қалай жауап берем мына балаға деп бүйтіп дегенде. Қуантады әрине. Сол кезде көп сұрақтың жауабы мен жалпы әңгіме барысында мен кітапқа көп бұрылып кетеді екенмін. Әдейі дайындалмаймын, әдейі кітап туралы айтып берейін деп нетпеймін, бірақ сосын кейін түсіндім. Кітап оқу дағдысында қандай кітап оқисың, сол кезде сол жерде көп сыр жатыр екен да, көп сұраққа жауап жатыр екен дегендей. Сол кітап туралы мен көп айта береді екенмін. Қайда болсам да, бизнес туралы болса да, былай болса да, немене сұраққа да жауап ретінде дегендей. Сосын сұрайтын болды, аға, қандай кітапты не бересіз, кеңес бересіз деп. Сосын 1-2-3 кітапты айта салам. Сосын кейбіреулер айтады, топ, қазір жақсы көретін сұрақ, топ 3 кітапты айтыңызшы деп. Ойбай айналайын, топ 3 кітап деп мен ештеңені айта алмаймын. Мен
30 кітапқа да өз ойымды сыйдыра алмаймын мен қазір дегендей бүйтіп. Онда жазып беріңізші дейді. Сосын әнжеге жазып кетесің. Кәсіпкерлер, мысалы үшін 25-45 арасындағы кәсіпкерлер бүгін жақсы, жарайды жазып бердім. Жас кәсіпкерлер ендігі жолы там 20-25-тің арасындағы жарайды бүйтіп жазып беремін. Мектепті оқушыларым мұндай дегендей. И бүкіл барған жерімде бірдеңе қағаздар ұшып жүреді екен. Сосын олар фотоға түсіріп, жан-жағына жіберіп, бір-біріне WhatsApp жіберіп сөйтіп жүреді екен. Сөйтіп кітап тізімі деген тарату, мектептерге тарату. Одан кейін ресми түрде маған мектептер шыға бастады. Директорлар, завучтар дегендей сондайлар. Кітап тізімін жасап беріңші, біз мына неге беру керек, сатып алуға дегендей не беру керек, сұраныс дайындау керек еді. Сол балаларға пайдалы дұрыс кітап болсын деп тұрмыз. Сіз енді білесіз. Ай, жарайды деп. Бірақ ондайға мен мектепке ресми түрде жаңағы маған сұраныс келген кезде тіпті мұқият дайындалып 2-3 күн отырып, бір 80-90 кітапты 2-3 күн отырып дайындайтын, жұмысым тастап отырып. Сосын әрі қарай келе сол кітаптың маңыздылығына нақты сенетінімді, түсінім. Сосын кездесіп жүрген бір достар, інілер, іні достар дейік пе, сол кітаптың маңайында жүрген. Солармен кездесе жүріп, бір рет, 2 рет осы ойға келдік. Енді қалай істейміз? Кітап шығару керек. Қазақ тілінде адамға тәрбие беретін, адамды дамытатын, жаңағы жылы жүректі дамытатын, нұрлы ақылды дамытатын сондай кітаптар қазақ тілінде әдемі, көз тартатын түрде шығып атқаны жоқ, мүлдем жоқ. Не деген нәрсе? Қарап тұрсаң өз бірден түсінесің де, қазақ сол кезде міне 7-8 жыл бұрын деп айтайын, сөрелерде бірден көрінеді, анау бір тендерді ұтып алып, тез-тез шығара салған бір серия, тағы да бір тендерді тағы бір фирма ұтып алып, тез-тез шығара салған дегендей былай. Не басы жоқ, не аяқ жоқ, сондай дүниеде бермейді анау қазаққа. Не тәрбие, не ой салмайды андай кітаптар. Ана түрдегі кітапты қазіргі жастар 21-ші ғасыр ғой, ойбай-ау, алмайды ананы. Сатып та алмайды, былай да түр сұқпыты жоқ та бірдеңе деген. Соған бүйтіп жүрдік та, қой, мына іске біз кіру керек деп, жаңағы жігіттер бар. Бірге бас қосып, 1 рет, 2 рет кездесіп, екінші кездесуінде жоба туды. Жобаның атауы да туды. Қандай кітап шығару керек? Бірінші күні 1-ден 30 кітап біз осыны міндетті түрде шығару керек деп тізім да туды. Содан кіріп кеттік та, Қасым баспаханасы, Қасым кітапханасы деп атаймыз. ТО фирманың аты Қасым баспаханасы, солай ғой деймін, нақты есімде жоқ екен. Жалпы бренд атауымыз Қасым кітапханасы. Дүкендеріміз бар, оқырман деген. Ешкім ойлап қалып жүрмес, мен реклама жасап отырмын деп мына жерде дегендей. Баратын адам өзі де тауып алып барады, ондай ақыл іздеген адам барады. Талай қалаларда ашылып жатырмыз, 6 дүкен аштық қазіргі таңда. 100-ден артық кітаптың түрін шығардық. Бірақ кітапты таңдауға біз өте мұқият қараймыз. Ол жерде біздің бар ғой, мәслихат, мәжіліс депутаттары заңды қарағанда соншама мұқият қарамайды. Бүйтіп қарай салады ғой. Біз кітапты қарағанда, олар заңды қарағандан гөрі артықтау қараймыз. Қандай болу керек, қандай әсер беруі мүмкін бұл дегендей. Сөйтіп қараймыз, өйткені қандай кітап оқыдың, сол да маңызды. Кітап оқу бір, қандай оқыдың, не берді ол саған, сол маңызды, өте маңызды. И бізде тек қана қазақ авторлар ғана емес, былай айтайық, қазақ авторлары бізде бір 25% шығар, дүниенің авторы. Өйткені кітап арқылы қазақ баласына ауылда отырсын, қыстақта отырсын, қыстақта, міне әкесі мысалы үшін қой бағады, фермер, немесе жай қойшы, несі бар оның баласы, бірақ мына кітап арқылы сол қыстақта отырып бүкіл дүние жүзін көріп отыру керек. Парижді елестете алу керек 18-19 ғасырда, Германияны елестете алу керек, Жапонияны көру керек, Жапонияның 15 ғасырын көру керек дегенді түсінде отырып. Міне, қыстақта отырып, сол кезде бүкіл дүниені шығарылап шығуға болады мына кітаппен. Ол мүлдем басқа адам болады, егер сүйіп сол кітапты оқыса. Сондай сеніміміз бар. Сол себептен міне 4 жыл болды бұл жоба деген сөзді ұнатпаймын мен. Бұл істің туғанына. Аллаға шүкір, жақсы жүріп жатыр. Өзім жалпы бүкіл басқа істерімен түгеліне қарағанда неше дұрыс деймін ғой, мен мына
тоқты сататын фирмаларымыз бар. Мен электрикпін ғой өзім. 300-дей адам жұмыс істейді, 300-ден көп адам. 220 вольт деген ақы, осы жақта да филиалы бар Алматыда. Сүтіміз бар, өндіру, шығару, нәтиже деген Көкшетауда бір фабрика, Қарағандыда бір фабрика. Оны сататын, сол сүтті 300 адамдай ауылдардан жинаймыз, фермалардан үйтіп-бүйтіп оны өндіріп, йогурт қылып шығарамыз. Одан кейін оның сату фирмасы бар, онда 300-ден артық адам, машиналармен түгелмен жан-жаққа, Қазақстанның бүкіл жағында дегендей. Одан кейін кішігірім істер бар, балмұздақ шығарамыз, желату деп, ол да осы Алматыда өндіріс. Сосын ірімшіктер жасаймыз, ана өте қымбат ірімшіктер, Бри, Камамбер, мода сондай, Европалық. Ол бір бөлек фирма. Көп сондай неше түрлі істер. Енді бірақ ол істердегі жүрген қасымдағы әріптестерім ренжімесін, бірақ ең сүйіктісі мен 4 жыл болды осы Қасым кітапханасы болып кетті. Керемет. Ол кітапты мен осы қаламызда кафелерден де көре бастадым. Өткен кезде біз бір есімде Тары деген бір кафеге бар. Соны жаңағы айтпақшы, өзіңіздің ресторанда. Өзіңіздің рестораныңызға кірген кезде бір этажында толықтай осы қазақтың салт дәстүрінен бастап кітаптарыңыз бәрі тұр екен. Осы жақта да жаңағы Тары деген кафенің ішінен көргем. Ал жалпы бұл қалада кітапханаларыңыз бар ма? Алматы қаласында мысалы үшін. Алматыда бар, иә, кітап дүкені деп бар. Наурызбай Батыр көшесі деймін. Өзімді әйтеуір алып барады сол жерге келген кезде әйтеуір. Наурызбай Батыр көшесінде жалпы осы кітаптар табуға болады, сіздер? Толық түгел тұр. Біз солай оқырман деп дүкендерді ашып жатырмыз. Атауы оқырман дүкендер желісі Шымкентте бар, Алматыда бар, Таразда бар. Астанада бар, Қарағандыда 2. Сонда қазір 7 болып тұр. Алматыда екіншісін ашамыз, үлкен қылып ашамыз деген сондай ойлар түгелі бар. Енді өзіңіз түсінесіз, кәсіпкерсіз, кітаптың өндірісін қойып, баспаханамен шығарып, әрі қарай сату, яғни арендаға жаңағы жерлерді алып сату деген, жалпы қазақ тілінде кітапты өндіріп сату деген ол ешқашан экономика жағынан пайда әкелмейтінін соны түсінесіз, иә? Білемін, мен кітап жазған адам ретінде точно білемін. Бұл таза минус. Сол себептен таза минус, әсіресе қазіргі таңда қоғамдық жұмыс. Қанша кітап шығардық? 500 мың, 600 мың деп айтуға болады шығар. Нақты қазір айта алмаймын, өтірік айтпаймын. 130-дай кітап шығардық біз, 130 түрін, 130 автор, 130 кітап. Түсініңіз бе? Біреуі 5 мың экземплярмен шыққан, біреуі 2 мың, а біреуі 11-15 мың экземплярмен шыққан кітаптар бар бізде. Осы 3-4 жылдың ішінде қайта шығарып дегенде, иә. Ең басты біздің мақсатымыз қазақ тілді адамды, жасты да, орта жасты да, кәріні да қазақ тілінде кітап оқуды үйрету. Миссия сол болып тұр қазір. Өзімнің сенімім, нақты қасымдағылардың бүкілінің сенім, жаңағы бірге жобаға кірген ортақтарым бар, жаңағы дос інілер деп айтып отырмын ғой. Жалпы коллектив бар, түгеліміз істеп жатқан әріптестер, түгеліміздің сеніміміз. Қазақ баласы жас кезінен кітап оқитын болып, классика кітап оқитын болып өссе, біз ұлт ретінде қатты өзгереміз. Қазір қойылып жатқан көп сұрақтар жоғалып кетеді. Мәдениет бойынша, жетістік бойынша, толық адам деген кім, анау деген соны түгел жоғалып кетеді. Ол керек жоқ сұрақтар болып қалады. Адамдар былайша айтқанда есейеді деңізші. Иә. Осындайға біз кәміл сенеміз, осыған біз өзіміздің уақытымызды тапқан, ақшамызды, бір бойымыздағы бір қабілеттер болса, сол қабілеттерді, қайратымыз түгел салуға дайынбыз. Сондай командамыз түгел сөйтіп жүрміз. Машалла. Мені де командаларыңызға қосылам жаңа. Мен де солардың бірімін. Сіздің кәсібіңізде ізіңізден еріп жүрген бауырлар жайында, туысқандар жайында деген сияқты. Қалыптасқан бір қағида бар. Екеу бар, біреу емес. Біреулер айтады. Туысқандармен істеу керек, негізі туысқандар надежный болады, сенімді болады. Ключевой жерлердің түгелінде туысқандар болу керек деп. Міндетті түрде. Өте дұрыс емес.
міндет емес. Екінші көзқарас дәл қарсы. Туыспен жұмыс істеу керек. С родственниками невозможно работать вообще. Анау мынау. Осы қазақ біз туысқанмен жұмыс істеп, содан пападайт етеміз деп ол сөзді айтады. Ол сөзді айтады. Бір-біріне қарсы. Мынаны да дұрыс деп айта алмаймын. Ал туысқанмен істемеу керек дегендер тіпті дұрыс деп айта алмаймын. Өйтіп реакционна қарап керек жоқ. Мынау ақ, мынау қара деп бөліп тұтап, бүйтіп дегенде керек не ойбай. Істеу керек, бірге істеу керек. Әдемі істеуге болады. Араларымызда сенім деген ең бастысы құндылық болса, сенім деген құндылық арамызда болса, жаңағы туысқанмен, түгелмен дегендей. Сол кезде өте жақсы болады. Бір. Екіншіден, ең бастысы тағы да, жаңағы екеуміз бағана әңгіме барысында қозғалдық. Ақшаға құнығу деген болмау керек. Бір-біріне тартып, анау көп тартып қойды, мынау көп алып қойды деген сондай болмау керек. Не то что бөлісіп керек. Ақша дегенде көзің бүйтіп жарқырап, жүрегің дірілдемеу керек та, сол ақшаға деген бүйтіп қарау керек. Не ол дегендей. Ол да құндылық. Ол өлшем бірлікті біз ана бір үй сияқты, көлік сияқты қарап қоямыз ғой. Өлшем бірліктерді. Дәл сол айтасың, өлшем бірлік деп қарау керек. Сол кезде туысқанмен мен қажап тұр, ойбай, туыссыз қалай жұмыс істеуге болады. Жалпы неде емес жаңағы туысқа ғана сенем деген ол да бір ақмақтық нәрсе. Ең бастысы жаңағы туысыңмен құндылықтарың бір болып, ойың, пиғылың, ниетің бірге болып, бір-бірін түсінісіп, сөйтіп жүретін болса. Ал егер ондай болмаса, туыстың арасында қызғаныш болса, ақшаға құнығу деген болса, дегендей сондай мүмкін әртүрлі болып отырса, ол кезде туыспен емес, одан бөтен адаммен жұмыс істеу керек. Бірақ мында да қиналып кер жоқ соншама, міндетті деп бірдеңе деп. Енді былайша айтқанда рөліңіз туысқаныңызбен туыстай соның қақысын беріп араласуыңыз керек деп айтып жатсыз ғой. Жаңа туысқаныңызбен туысқандай аралассаңыз, бірақ жұмысшыңызбен жұмысшыдай араласу керек деген сияқты. Меніңше түк қиындық жоқ, өмір бойы солай жүрміз. Өз басым мен жаңағы туысқандарым мысал үшін жаңағы мен 28 жасымда жаңағы залогқа бір сөз айтқызбай жаңағы квартира андаймын деді, қойып өз залогқа бере сап, сөйтіп жүрмесем мен түкке жете алмай жүрдім, мысал үшін. Ол бір-біріне ризашылық деген нәрсе өте маңызды. Сол ризашылықты таныта білу. Бірақ бір-біріне міндеттіміз деп санамау, қарыздарымыз деп санамау, ол да маңызды. Керек туыспыз болды. Нормальный қарым-қатынас болу. Егер де екі мысал үшін ағайын адам, мысал үшін. Білмеймін, бір жұмыс істеп кетті, бірақ жұмыс үшін емес, бір болмайтын бір анау бір нәрсе үшін ренжісіп қалды да. Әйелдер ұрысып қалыпты. Анау екі бала сияқты бір-бірімен ренжісіп жүрді. Мен өзім көбінесе айтамын, бәлкім сіздер анау незрелость дейді ғой. Өспеген. Ал содан. Сол себептен сол жағы тексерілу керек та, жаңағы самоанализ деп Голманның айтқаны бар ғой, ең басында мен кіммін, құндылығым кім, адаммен қарым-қатынасты қалай құра аламын дегенде сол өте маңызды да. И вот мына жерде лидер болған адам сондай нәрселерді өткізе білу керек, қарым-қатынас құра білу керек, сараптау керек дегендей. Кей кезде мүмкін бизнесті бөліп екі жаққа, бірақ қырылысып қалмау керек та. Ол да болуы мүмкін, бизнесті бөліп жұмыс істеу керек, бірақ әйтеуір анализ жасайлау керек екі адам. Туыстығымызға мына бір жұмыс істеп жатқанымыз, туыстығымызға несін тигізуі мүмкін, жаман әсерін. Сол себептен былай бөлек туыстығымыз қалсын болды. Олай да болуы мүмкін. И оны не деп айтуға болмайды. Осы қазақ бірге жұмыс істей алмайды деп бүйтіп тағы да айтып тастайтындар бар. Осы білгіштер шаршатып жібереді негізі. Сол қазаққа ғана тән нәрсе болса, арасында айырылысып тұру дегендей, былай дегендей. Онда Adidas деген фирманы оқыңызшы. Түгеліне кеңес беріңізші өз тыңдаушыларыңызға. Adidas деген фирма туралы кино. Екі фирма екі ағайын бөлініп кетті ғой. Біреу Adidas болып қалды, екіншісі Puma болып ашылды. Бір қалада, кішкентай қала, шағын қала. Өмір бойы екеуі араласпай кетті. Ондай да болуы мүмкін. Трагедия деп қарап керек жоқ.
Яғни құндылықтарымыз, өмірге деген көзқарасымыз сай келмеді. Сол себептен біз шештік. Екі фирма боламыз. Жақсы емес негізі. Бірге жүрген ол берекет қой, ол жақсы ғой негізі. Ну, болмай қалса, оны да трагедия қылып керек жоқ. Жарайды, өз бетімен әрқайсысы дамысын. Да, Алланың қалауы деп сабырлықпен қарау керек. Бітті. Меніңше солай. Бірақ біз туыспыз, сол себептен бизнеста жүрсек те, қанда жүрсек те, міндетті түрде бірге жүруімізде бүйтіп та қарап керек жоқ. Құндылық сай келмей қалса, келе жатса, өмірлік принциптер, көзқарас, ақшаға деген көзқарас сай келмей жатса, онда бір-бірінді қинап өмір бойы сол 60-70-ке жеткенше дейін жүру керек па бірге? Ондай міндет жоқ. Құранда жоқ, Қазақстан Республиканың Конституциясында жоқ, Гражданский кодексте жоқ ондай. Яғни бір-бірін түсінушілікпен, сөйлесумен, талқылаумен, анализ жасаумен асықпай соны шешу керек. Бұлай жүреміз ба, бұлай жүреміз ба, арасында бұлай кетіп, кейін қосыламыз ба дегендей. Ешқай не болып отса да, трагедия деп қарамау керек та оған. Ешкімді кінәламау керек. Меніңше, мен қазіргі жаста қай жолда жүрсем де, мен өз-өзімді бақытты болып сезінуші едім деп ойлаймын. Ең бастысы сол. Маған маңызды емес. Тапқан ақша, мінген машинаң дегендей маңызды болған да емес, қазір де емес. Көрермендеріңізге айтып қояйын, ең қызығы, мен өмірімде салоннан барып, жаңа машина алған адам емеспін. Шын айтамын, білмеймін, соның сөйтіп қараймын деп, өзіме аяйын ба, білмеймін, бірақ жадный деп, аямжақ деп айтуға тағы болмайды. Мысалы үшін, сүт сататын машиналарды сатып аламыз ғой. 10-15-тен бірден сатып аламыз. Исузу, әрқайсысы $67,000 тұрады. 10-15-ін аламыз, жап-жаңа. Сол кезде рахаттанамыз. Бүкіліміз қасымыздағы топ-менеджер жігіттер бар, бірге жүргендер, заводтарды басқаратын түгел, сауданы басқаратындар түгел. Соған мәз боламыз да түгеліміз. 10-15-ін сатып алды. Өзімізге сал. Жақсы жүріп тұр, сенімді деп сөйтіп жүреміз. Яғни, өзіме деп, қазір өте зиян бір, неше түрлі тренингтар бар, өте зиян бір деген кітаптар бар, жаңағы үйрететін. Өзіңді сүю керек, любить надо себя, уважать себя деп, әсіресе әйелдер жағы көп кетіп жатыр да, күйеулеріне айтып жатыр ғой олар. Ты должен проводить время с семьей. Онсыз болмайды, все время про бизнес, баламен, менімен бірге болу керек. Бірақ ер адам ол бизнеста жүргенде жай ерігіп жүрген жоқ қой, ол өзінің миссиясын орындап жүр, иә. Оның миссиясы ең бірінші жаңағы Құран-ы Кәрімде бар, хадистарда бар. Ол ең бірінші өзінің жанұясына тірек болу керек, иә. Материалдық жағынан бүкіл мәселелерді шешуге тырысу керек, қолынан келгеншеге дейін бір. Екіншіден, бірақ қолынан әрі қарай келіп жатса, бизнестан әрі қарай асып, қоғамына пайдалы істерді жасау керек дегендей. Сол себептен ондай адам қоғамға пайдалы адам істеу керек дегендей, ол тек қана өзінің жанұясымен шектеліп, соны айналып жүруге болмайды. Ол ұят болады. Ол қатты ұят болады. Ондай ойға жаңағы далбаса бір деген тренингтер әкетіп жатыр негізі біраз қоғамды. Өзін жақсы көру керек. Күнде таңертең барып бассейнге бару керек, одан кейін балалармен ананы апару керек. Яғни өзің ұнататын бір спортқа бір жерге барып тұру керек, одан кейін балалармен мұнда бару керек. 60% уақытың семьямен өту керек. Бизнеста сен стратегия мен оперативный управлениені бөліп тастау керек, тек қана мына жақта болу керек деп бүйтіп. Далбаса бір нәрселер көп үйретіп тастайды, шын айтамын. Бизнесқа беріліп жүру керек, сен ішінде жүру керек оның. Қалай ол бөліп тастап, бүйтіп, шекара өткізіп тастап, бүйтіп ойбай шекараны асып кетпейін деп жүру деген, сондай ішті пыстыратын нәрсе көп негізі. Бизнес деген ол творческий процесс қой. Қарасашы, Джорджио Армани деген 82 жасында өзінің бизнесін басқарып, өзі модельдер түгелін сызып сөйтіп отыр ғой. Бенетон деген фирма бар ғой, 91 жаста итальянец, атын ұмытып қалдым, жұмысында отыр ғой. Бөлген емес ешқашан ол. Қай жерде оперативное управление, қай жерде стратегический. Сол себептен кеңесім, далбаса тренингтарға бармаңдар, далбаса тренингтар тыңдамаңдар, құдай үшін мен сіздің көрермендерге айтатын. Одан көрі бір классика кітаптарды сатып алып, көбірек қып, соны оқып, мораль туралы оқып, құндылықтар туралы оқып, тыныш,
бір күніне 1-2 сағат уақыт өткізсеңіздер, нұр үстіне нұр болушы еді. Критикалық ойлану деген қабілетті қосушы еді. Сол кезде жаңағы нәрселерге, не нәрсеге сенеміз, не нәрсеге сенбейміз деген сол қабілет оянушы еді дегенде. Бүкіл жерге сеніп, тренинг деген жерге барып ақшасын төлеп қойып, бүйтіп көзін жыпылықтап отырған орта жастағы кәсіпкерді көп көріп жүрмін да, бүйтіп қарап қоямын, уф деп, бүйтіп босқа кеткен ашқа, босқа кеткен уақыт деп бүйтіп дегендей. Соны ақ пен қараны айыруды білу керек та. Бағанағы сөзіміз аңқау елге арамзамолла деген, оны да біле жүру керек. Біле жүру керек, сол аңқау мен болып жүрмейші деп бүйтіп дегендей, оны да біле жүру керек. Ол үшін мынаны толықтыру керек. Бұл арқылы сосын мынау толады да. Сол адам, толған адам сол бақытты болып сезінеді. Кім болып жұмыс істесе де, айтпақшы. Мәселе ақшада емес, біз содан басталып әңгімені ұзақтап қайтып келіппіз ғой мен. Бақытты болып сол сезінеді, я іші толған адам. Жақсы, аға, өте керемет сұхбат болды. Шыны керек, көрермендер үшін емес, өзім үшін де көп дүние алдым, көп нәрсе түйдім. Сіздің жолыңыз бізге үлгі. Дәл осылай бізде жүргіміз келеді. Қоғамымызға пайдалы болайық деген сияқты. Енді Алла тағала берекетін берсін. Сіздердің жолдарыңызды бізде жалғастыра берейік. Сіздерге айтарым, ағамыздың әрбір айтылған сөзін мұқият конспектлеп, жазып, мына жүрек, өзек деген нәрсе бар ғой. Бұл фильтрдан әйбәтлеп өткізіп, дұрыстап ойланатын жай. Бұл видеоны бір рет қарағаннан кейін, бірнеше айдан кейін тағы бір рет қарасаңыздар, ағамыздың шынымен айтылған сөздері бұл сүйектеріңізден өтетін болады. Сіздерге Алла тағала берекетін берсін. Келесі видеода кездескенше.